Жылдан мәлімдеме тарады, көріңіздер, хабардар болыңыздар. Сәлеметсіз қымбатты көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғашқы қатарынан біліңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Халық әртісі деген атақты алған адам мәртебелі болу қажет. Өнер адамдарына берілген атақ неге дау тудырды? Күйші зерттеуші Рүстем Нұркеновтың Ақордада өткен соңғы марапаттау рәсіміне қатысты мәлімдемесі қоғамда қызу пікірталас тудырды. Ол халық әртісі атағын беру тетіктері мен мәдениет саласындағы шешім қабылдаушылардың кәсібилігіне күмән келтірді. Мәдениет пен өнер ұлттың жаны. Сол жанды сақтап, жаңғыртып, өркендетіп жүрген тұлғаларға берілетін мемлекеттік атақтардың мәні зор. Алайда соңғы жылдары осы атақтардың берделі төмендеп бара жатқанын көпшілік біліп жүр. Күйші әрі өнертанушы Рүстем Нұркеновтың ашық айтқан сыны сол бұқаралық көңіл күйдің көрінісі. Халық әртісі деген атақты алған адам мәртебелі болу қажет. Олар алдына шыққанда өзін еріксіз, бойыңды тіктеп, шын құрметтеп, мысы басып тұру керек дейді Нұркенов. Бұл пікір тек бір адамның пікірі емес, бұл мәдени ортада ұзақтан бері қордаланып келе жатқан мәселе. Бұрын халық әртісі деген атақ шын мәнінде халықтың сүйіктісіне берілетін беделі мен еңбегі еш дау туғызбайтын тұлғаларға табысталатын. Ал соңғы жылдары бұл атақ көбіне көрінгеннің қолына оңай тиетін символдық марапатқа айналып бара жатқанын жасырын емес. Нұркенов өз сөзінде нақты есімдерді де атады. Толқын Забирова академиялық вокалмен эстрада шекарасын тоғыстырып жүрген серік өнер иесі. Мейрамбек Бесбаев халық әнін жаңа буынға сіңірген символ тұлға. Сәкен Майғазиев Музарт арқылы қазақ сахнасының жаңаша биігін қалыптастырған әнші. Олар тек жеке орындаушылар емес, тұтас бір буынның музыкалық талғамын қалыптастырған ұлттық өнерді эстрада формасында жаңа деңгейге көтерген тұлғалар. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.